Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін 16 наурыз 2026 жыл. Выбір, сыбір, дыбір қандай категория алсам да осындай тестке дайындалған дұрыс. Мен выбір, сыбір, дыбір бар, дының өзін алайын деген. Соған мен жарымын сұрақты араластырып береді екен. Сондықтан дайындалған дұрыс. Тестті қалай алу керек, қанша алу керек, қанша уақытқа жарамды екенін айта кетемін. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар. Автошкола сертификат тоже қай категорияға қанша уақыт күтіп алса болатын. Мына жерде 20 ошибок деген мен общий тесттен өткеннен 20 ошибок шықты. Өйткені бұл жерде көбінесе знакпен емес, не знак жоқ, не сүйрет жоқ, медицинский сұрақтармен көбінесе. Біз врач емеспіз ғой, бірақ сонда да өтіп дайындалған дұрыс екен. Негізінде барынша қазақша таңдап дайындалсаңыздар, до конца қазақша дайындалыңыздар. Орысша болса, орысша до конца дайындалыңыздар. Бұл жерде енді қазақшада, орысшада ауыстырып көре беруге болады, бірақ тестке автотронға барған кезде тек бір тілді таңдайсыз, сол тілмен до конца тестті тапсырасыз. Мен тек қазақшаға дайындалып жатырмын. Қазақстанда қай жерлерінде осындай жолдар бар. Мысалы, мен Чимкенттемін, Чимкентте бұндай жоқ. Сізге осы учаскеде. Мынау автомагистрал, яғни платный дорога 140. Дұрыс. Бізде 140 деген Чимкентте еш жерде жоқ. Бірақ тесттің аты тест. Мына жерде қай көлік құралын жүргізуші жол қиылысынан бірінші болып өтеді дейді. Бірінші болып өтетін ол көк түстен таңдадым, бірақ ол емес, жасыл екен. Енді знак жоқты, бұл жерде бүйтіп жақындатып қарасам да знак жоқ. Кім главный, кім главный емес, сол жағынан да шатастырады. Келесі сұрақты бастым. Мұны оңға бұрыларда сіздің әрекетіңіз дейді. Мына бұл жерде жасыл жанып тұр. Жасыл жанбай тұрса, ана машинаға беруге болады жолды. Өйткені главный емес, знак тұр. Қазір енді қиылыстан бірінші болып жүріп өтесіз деп басамын. Дұрыс. Следующий вопросты басам. Мына жерде знактар осылайынан тұр. Осы жағдайда жүргізушілердің қайсысы тоқтап тұру ережесін бұзған жоқ дейді. Екеуі бұзды. Өйткені пешеходқа дейін 5 метр, пешеходтан кейін 5 метр болу керек. Екі жүргізуші де ереже бұзды. Мына дұрыс. Бастым. Әрі қарай мынандай қиылыста бүйтіп келіп жатқан кезде автопойыз тіркемес бұрылыста қай да жылжиды? Бұрылыс ортасынан жылжымайды. Бұрылыс ортасына рөлін бұрады, қайттан тұрлайды, рөлін бұрылайды, қайт тұрлайды. Бұрылыс ортасына. Дұрыс. Көтересіз, следующий вопрос. Мына сүйреті жоқ, айналып тұрады. И қозғалыс жағдайында қарай тік еністе қозғалтқышпен тежеу кезінде қай берілісті таңдау қажет дейді. Еністік болған сайын беріліс жоғары дейді. Еністік болған сайын беріліс төмен дейді. Беріліс енісі қаншалықты тік екенін қарамастан таңдалады. Төмен. Дұрыс. Следующий. Тағы да көлік құралдарын басқаруға алғашқы үйрету қайда жүргізіледі? Мына жерде А, В, С, Д бар. Мен жабық алаңдар немесе автодромдарда. В. Дұрыс. Көтерем, следующий вопросты басам.
міне тынысты қалыпты есінен танған зардап шегуші үшін қандай дене қалпы дұрыс дейді. Арқасымен бір жақ бүйірімен қалпына келтіру қалпы, арқасымен басына жастық қойып дейді. Енді бұны білмеймін, енді өтіп көрмегем, енді примерно қайсы дұрыс екен. Қазір дұрыс баспағанның өзінде мынау дұрыс деп көрсетеді. Ана басайыншы. Дұрыс емес дейді. Енді осы сұрақ келесіде қайталанған кезде есте сақталу керек. Көрсетілген траекториялардың қайсысымен сізге кері бұрылыс жасауға рұқсат етіледі дейді. Түсінбесең, қайттан бүйтіп басасын, бүйтіп көрсетеді. Сөйтіп бүйтіп жақындатып көресің знактарын. Так, бұл спидометріне боковой айнасына қарағанда грузовой болып тұр ғой. Бір. Дұрыс. Рұқсат. Сосын мына жерде мына поворот міне көк жанып тұр. Сары. Сен главныйсың, светофор жоқ. Мынау әшейін простой, полиция емес, скорый емес, пожарный емес деген сияқты. Сізге қиылыста оңға бұрылыс жасауға рұқсат етіледі ме? Я дейді. Или жоқ дейді. Я қарама-қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол беріп, кері бұрылуға болады дейді. Ал бұл жерде сұрақ жасауға рұқсат етіледі ме? Я. Дұрыс. Сосын көбінесе міне осындай үйдің алдында, тұрғын үй аймақта қозғалтқышпен оталып тұруға рұқсат етіледі ме? Негізінде рұқсат етілмейді. Тыйым салынады міне. Дұрыс. Сосын осындай велосипед жүргізушісіне жаяу жүргіншілер өткелімен жүруге рұқсат етілген бе? Барлығына тыйым салынған. Дұрыс. Енді мынау стрелка знак. Мына белгі жүргізушіге не туралы хабарлайды дейді. Оңға да солға да жүруге болады. Қиылыстарда рұқсат етілген жүру бағыттары. Реверстік жүру жолына шығу. А ғой. Дұрыс емес. Реверстік жүру жолына шығу. 04 әдіспен жүк тасымалдау рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі. Общы 40 сұрақ береді. 40 сұрақтың 32-сіне жауап берсең өтесің ғой. Енді сізге осы жерде тоқтауға рұқсат етіледі ме? Знак, анау жоқ. Пешеходтан ары қарай 15 метр асты и 3 метр жолдың бойында тұр. Жолда зебра жоқ. Рұқсат етіледі деп көрейік. Тыйым салынады екен. Бұл жел орнатылған жолдармен тіркемесі бар жеңіл автокөлікке жүруге рұқсат етіледі ме дейді. Кез келгені күні рұқсат етіледі дейді. Прикинь, сен жеңіл автокөлікпенсің өткені. Міне жеңіл автокөлік. Кез келген күні рұқсат. Екі бағыттағы қозғалысы бар, бірақ жолақты белгіленбеген жолмен жүрген кезде сіз қалай әрекет етуіңіз керек дейді. Енді өзін көзбен енін ескере отырып, өз жолағыңызды таңдаңыз дейді. В. Дұрыс. Мысалы мынау міне тек бір қалыпты жүретін жол, тек бір направление деп тұр ғой.
осы белгі орнатылған жолдарға артқа жүріспен қозғалыс рұқсат етіледі ме дейді. Аварийный жағып артқа 5-6 метр 10 метрге шейін жүруге болады ма дейді. Болады, рұқсат етіледі. Әне. Велосипед автомагистрал платный жолда кеп отыр, бірақ егер жаяу жүргіншілердің қозғалысына қауіптілі жасаса, тыйым салынады. В. Дұрыс. 05 сізге жүк тасымалдауға рұқсат етілген бе дейді. Бұл жерде 1,5 десе рұқсат етіледі, күннің жарығы дегенді басасын. 05, 04 болса, онда рұқсат етіледі. Примерно мен қанша 40 сұрақтың үжі примерно қызыл 3, 4 қызыл болды. Әлі менде 4 қызыл болмаса, мен өтемін. Тоқтағаннан кейін қозғалысты бастайтын автомобильдің жанынан өтетін кезде қалай әрекет ету, жылдамдықты азайту және жеткілікті қауіпсіздік бөлігі аралықты қамтамасыз ету ұсынылады. Ағы. Сізге жеңіл автомобильді жүргізу кезінде осы жолақ бойынша жүруге рұқсат етіледі ме дейді. Жоқ. Өйткені А деп тұр, автобусный полоса деп тұр. Тыйым салынады. Дұрыс. Жол көлік оқиғасына қатысушы жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін бұза отырып оқиға болған орнынан тастап кету үшін қандай жауапкершілік көзделген дейді. 50 МРП мен 1 жылға көлік құралын басқару құқығынан айыру дейді. А. Дұрыс. Ондайды жақсы білеміз. Кейбіреу білмейді. Жүргізушінің реакциясы дегеніміз. Реакция деген бұл жүргізушінің дыбыстық деген мынау. Дұрыс. Содан қателеспеңіздер. 12 минут болыпты ғой. Так, мынау жеңіл машинамен осы жағдайда автокөлік жүргізушісіне тура бағытқа қиылыстан жүруге өтуге рұқсат етіледі ме дейді. Мына жерге қарайсын. Рұқсат етіле ме, етілмей ме? Егер бұл фура 8 тонна 10 тонна болса, рұқсат етілмейді. Значит, туда рұқсат етіледі. Мына жерде келдің, сол жағында КамАЗ келді, сол жүк көлігіне жол беруіміз керек пе дейді. Сол жақтан келсе, жүк көлігі болса, автобус, трамвай болса, жол беруіміз керек пе? Я. Мұндай тәсілмен сүйретуге бола ма дейді. Екінші артында сүйретіліп кеп жатқан мотоциклдің тежегіші жүйесі жарамды болса, мұндай тәсілмен сүйретуге бола ма? Я, егер сүйретілген мотоциклдің тежегіш жүйесі жарамды болса дейді. Жоқ. Короче, жоқ қой. Сүйретуге бола ма? Жоқ. Ал егер бірінші мотоцикл сүйреп кетіп бара жатқан екінші мотоциклде тур сондай болса, тіркеу бүйіркемесі бар болса, онда рұқсат. Енді мына жерде автобус осы жағдайда сіздің әрекетіңіз дейді. Шатастырады. Ағы, тек жүк көлік жүру жолағын босатқаннан кейін қозғалысыңызды жалғастырасыз дейді. Дұрыс. Мен примерно 40 сұраққа жауап беріп жатырмын. Мына жерде мынау не деп? Нені білдіреді деп тұр ғой? Бұл бағыттаушы бағаналарды, бағынашыларды қоршау таяныштарын және сол сияқтыларды шағын радиус. Примерно бұдан қарсы не деп жауап берерін білмейсің.
короче В ғой. В емес А екен. 5 сұраққа дұрыс жауап бермедім, бірақ уже 30-ға келдім. Так, алкоголь, спирт, мас күйін құралу, машинаны басқару дейді. Көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айыру және 15 тәулікке қамауға алу дейді. В. Дұрыс. Ондайды білеміз. Осы жерде мына оң жақта знак тұр ғой. 12% деп бүйтіп солға қарай. Ол кезде анау қарсы беттегі қара көлік спуске түсіп келіп жатса да, ол саған жол беру керек. Ал мына 12 деген оңға қарай болып тұрса, ол кезде ақ тоқтап қараға жол беру керек. Короче, бұл жерде бұл жағдайда кім жол береді? Қара автокөлік жүргізушісі міне. Дұрыс. Көрдіңіздер ме? Осылай сіз оң жақтағы таңбаның үзік сызығы штрихының ұзаруы не туралы ескертеді дейді. Тежек жолақтарына жақын қалған туралы, тұтас таңба сызығына жақын қалған туралы. В. Дұрыс. Міне, венозды қан кету белгілері дейді. Венозды деген қан қою емес, қан ақшыл. Қан қою екен. Автомагистралды тіркемесі бар жеңіл автомобильдердің жүрісі үшін қандай ең жоғары жылдамдық белгіленген? 90 ғой. Міне. Осылайынан түсінбесеңіз қайттан бүйтіп көресіз. Одан кейін бүйтіп жақындатқан кезде қайсында поворотнигі жанып тұр, знактар бар жоқ. Мынада да, и мына жақта да, и ақта да. Так, ГАИ былайынан тұр. Енді получается, жүруді жалғастыру үшін қай көлік құралына реттеуішін сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі. Так, бірінші мынау свет, оңға бұрылу, солға бұрылу. Мынау бұған рұқсат, и қызылға тіке өтуге рұқсат. Ақ пен сарыға тоқтап тұру керек. Так, значит, көк, қызыл және жасыл дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Мен айтқанымдай болды. Егер реттеушінің берген сигналдар бағдаршам сигналдарына қайшы келсе дейді. Мотоцикл жүргізуші нені басшылыққа алуға тиіс дейді. Реттеушінің сигналдары деген ол С. Яғни полиция қызметкерінің қақ қарай жүр дейді, жүресің, тоқта дейді, тоқтайсыз ғой светофорда, регулировщик. С. Дұрыс. Тың кетті. Енді мына жерде ГАИ тұр, знактар жоқ. Значит, жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Так, достар, 2-3 сұрақ қалды өтуге. Міне, дұрыс таптым. Бәрекелді. Енді мына жерде қайсы жол бермей ереже бұзды? Хоп. Жеңіл автокөлік жүргізуші. Хоп, дұрыс. Так, сізге солға бұрыларда кімге жол бересіз дейді. Так, мынау мигалка жағып келіп жатқан КамАЗ. Мынау қарама қарсы, мына знак. Так, солға бұрылуға мен главный, знак сары мен главный. Значит, мен ешкімге жол бермеймін. Так, кімге жол бересіз?
ешқайсына. Бәрекелді, дұрыс. Так, последний сұрақ. Елді мекендерде аялдамадан қозғала бастайтын маршруттық көлік құралдарына дейді. Оларға жол бергендігіне көз жеткізіп, қозғалыс бастауы мүмкін дейді. Көлік құралдарын өткізуге тиіс дейді. Ғой. Бәрекелді. Сіз өттіңіз, 34 сұраққа жауап бердіңіз дейді. Ал құрметті достар, сіздер үшін 20 минут видео түсірдім. Осыны қалай бөліп салам енді?